Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 11-ші сабағымызды бастаймыз. Нөл саны және цифры, нөлді қосу және азайту. Нөл саны және цифрымен танысасың. Бірінші есеп. Суреттен не байқадың? Түсіндір. Қараңыздар, мысалы, 5 азайтылған 1 дейді. 5-тен 1 азайтамыз, 4 шығады. Мінекей бізде бір оқушыдан мына жерде түсіп жатыр екен, де, автобустан. Одан кейін 4 оқушы болады, одан біреу түскен кезде 3 шығады. 4 азайтылған 1 3-ке тең болады. 3-тен 1 азайтқанда 2 шығады. 2-ден 1 алғанда 1 шығады. Одан кейін бір оқушы ол шыққан кезде ешқандай оқушы қалмайды автобуста, да. 1 азайтылған 1 ол бізде 0-ге тең болады. Екінші есеп. Суреттен не байқадың? Есепте. Мысалы бізде 4 оқушы бар, оған ешқандай оқушы келіп қосылған жоқ. 4 қосылған 0 ол бізде 4-ке тең болады. Келесі 4 азайтылған 0. Одан ешқандай оқушы кеткен жоқ. 4 азайтылған 0 ол бізде 4-ке тең болады. Ал енді қараңыздар, бізде 4 оқушы болды, 4-еуі де тұрып кетіп қалды. Сонда деген 4 оқушының 4-еуі де кетіп қалатын болса, мына отырғышта ешкім қалмайды. Сондықтан да 4 азайтылған 4 ол бізде 0-ге тең болады. Үшінші есеп. Ауызша есепте және жаз. 3 қосылған 2 5 болады. 0-ге 1 қосқанда 1 шығады. 5-тен 2 азайтқанда 3 шығады. 4-тен 4 азайтқанда 0 шығады. Келесі 4-ке 1 қосқанда 5 болады. 4-тен 0 алғанда 4 шығады. 3-тен 3 алғанда 0 болады. 0-ге 2 қосқанда 2 шығады. 5-тен 3 азайтқанда 2 шығады. 2-ге 0 қосқанда 2 болады. 5-тен 0 алғанда 5 шығады. 4-тен 3 азайтқанда 1 шығады. 3-ке 1 қосқанда 4 болады. 5-тен 1 алғанда 4 болады. 4-тен 2 азайтқанда 2 шығады. 4-ке 0 қосқанда 4 шығады. Төртінші есеп. Есепті шығар. 5 қарындашты 3 стақанға бөліп салды. Егер стақандардың біреуінде 1 қарындаш болса, онда қалған 2 стақанда неше қарындаштан болуы мүмкін? Қараңыздар, мысалы, 5 қарындаш бар, оны біздер 3 қарындашқа салуымыз керек. Егер стақандардың біреуінде 1 қарындаш болса дейді. Мысалы, қараңыздар, біреуінде 1 қарындаш болу керек. Мысалы, біреуіне 1 қарындаш саламыз, ал қалған екеуіне тағы да біреуіне 1 қарындаш, екіншісіне 3 қарындаш саламыз. Барлығын қосқан кезде 5 шығу керек. Келесі, біреуіне 1 қарындаш саламыз, ал қалғандарына 2 қарындаш саламыз. Және келесі, біреуіне 1 қарындаш саламыз, екіншісіне 3 қарындаш, тағы біреуіне 1 қарындаш саламыз. Соны барлығын қосқанда 5 шығып тұр. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.